Дәл қазір тарих ғылымының жағдайына көңілім толады деп айта алмаймын. Қожаберген жырау, тіпті қиян, қайсы тағы да жаңа жерде? Сегіз сері. Өтеу бойда ондай пирожкилер көп болады. Түрілі өліктеріне қатысты біздің керемет ДНКшниктер неше түрлі пәлелер жазады. Ой, анау ойнастан туған өйткен. Мына бізге сырттан келіп, қазақтың қанын зерттейміз деп жүрген ғалымдардың барлығын, ғалымсымақтардың барлығын желкеден алып қуу керек, шекарадан әрі қарай асырып жіберу керек. Қазақ хандығы фильмінде де, мысалы, қалай көресің, егерде шапыраш, негізгі акцент шапырашта, тарихты шапыраштылар жасаған сияқты. Біз көп нәрсеге доступ беріп қоямыз, Біз туыстық жүйеге бүкіл саясатты да, бүкіл әкімшілік территориялық құрылымды да барлығын туыстық жүйемен байлаған халықпыз. Сіз Найманнан қыз алсаңыз, сіз миллион адаммен бірден туыс болып шығасыз да, миллион адам сізге қайын жұрт болып шыға келеді. Сондықтан да қызық процестер болуы мүмкін. Сұрағың өте қызық. Жайылмаға тиісуге болмайды. Өзеннің сол жағасына үй салуға болмайды. Біздің астанамыздан бастап құрдық. Бишімбаев ісіне қатысты сіздің көзқарасыңыз қандай? Олардың шыққан тегі, түбі сондай сол советтік жаңағы НКВД-мен. Қазақ заманында осыған ұқсас өзінің әйелін ұрып өлтірген оқиғалар болған. Ассалаумағалейкум, Адал Адам YouTube арнасының көрермені, мен журналист Дәурен Сейтжанұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор, этнограф Жамбыл Омарұлы Артықбаев. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Қазіргі жазылып жатқан қазақ тарихы көп томдығына сіздің қатысыңыз бар ма? Сізді шақырды ма? Көп томдық мәселесі 7 томдық. Бұл Назарбаев кезеңінде басталып еді бұл әңгіме. Содан бері келе жатыр. Содан бір уақыттарда мені бір томдарына қосты. Кейін мен ол томдардан шықтым. Тікелей қатысым жоқ. Көңіліңіз тола ма? Дәл қазір тарих ғылымының жағдайына көңілім толады деп айта алмаймын. Неге? Басты себептер. Енді ана 7 томдықты дұрыс сапалы қылып шығару үшін ол жерде ең болмағанда бір 7 мықты үлкен ғалым болу керек. Ал енді сол 7-інің үстінен қарап отыратын, жаңа 7-іне бағыт бағдары беріп, жалпы ортақ концепт ұстап отыратын, және үлкен бір ғалым болу керек. Ал енді қазіргі күні 7 томдық әр жерде жасалып жатыр. Біреу біздің Еуразия университетінде, біреу ана Қазақ мемлекеттік университетінде, біреу тағы бір жерлерде, Шығыстану институтында. Сондықтан да бұл біздің шешелеріміздің бір құрақ көрпесі сияқты болып шығады ма деп ойлаймын. Тарихшы Зайбек Кабулдинов 2021 жылы, қателеспесем, Кенесары ханның бас сүйегі Қазақстанға оралады деп бір сүйінші хабар сұрады ғой. Сол кезде енді осы Кенесары ханның бас сүйегімен байланысты ишараларды білетін адамдардың көбісі қуанды, бірақ белгілі бір топ бұған қарсы шықты демей ақ қояйық, мазақ қылды, келеке қылды. Біз осы ке деген ұғымды биік тұтатын ұлттық ұрпағымыз ғой. Неге сонша осы кеден жирендік? Жалпы ел күлгенде де, олардың өздері де күлгенде де Кенесарыға күлмеген болу керек. Бұл күлсе, жаңа Зайбек Кабулдиновке күлген шығар деп ойлаймын. Өйткені кез келген кішкене ақыл есі дұрыс адам Ресейдің таяу арада бізге Кенесарының басын қайтармайтынын біледі. Өйткені Ресей өзінің империялық пиғылынан бас тартқан жоқ. Ал енді бас жалғыз ғана Кенесары басы емес. Ол жерде ана Украин гетмандарының басы бар, поляктың ана басшыларының басы бар, басқа ұлттардың басшылары бар. Барлық Ресей империясына кірген әр түрлі ұлыстар, ұлттар, мемлекеттер, солардың бір бағыныштылығының символы есебінде бастар Ресейде сақталады. Бұл енді жаман дәстүр. Сонау ерте жаңағы алғаш қауымдық құрылыс кезінде сондай бір практика болған. Көсемдердің бастарын жинау деген сияқты ұру арасындағы соғыстарда алғашқы қауымдық рулардың. Соны Ресей өзіне практикаға болған. Бұл бас Кунсткамерада тұр, менің білуімше. Петр бірінші заманында салынған Кунсткамера бар ғой. Сол кезде Ресей империя болып өзін жаңағы жерде бекітті ғой. Сол Петр біріншінің кезінде бекітті. Оған дейін Московия еді ғой.
мемлекеттің өз атауы да Московия болатын. Ресей империясы деген атақ болмайтын. Ресей империясы деген Петр біріншінің кезінен басталды. Сол империяның атрибуттары есебінде ол сол жерде сақталады, бізге әзір берілмейді. Соны білетін адамдар жаңағы Жиябектің оп-оңай соны алам дегеніне күлген болу керек. Кенесары ханның басы келіп Қазақстанға келген күннің өзінде де қазақ қоғамы керемет жаңарып келеді дегенге мен сенбеймін. Өйткені біз бірте-бірте жаңғырып келе жатырмыз. Біз отаршылдық дәуірден өттік. Одан кейін совет кезеңіндегі отаршылдық тіпті қиын болды біздің халқымыз үшін. Біз тек қана сана жағынан емес, мәдени жағынан, басқа жағынан, ментальностьті барлық жағынан кері кетіп қалдық. Ұлттық мүдденің орнына бір пролетарлық мүдде, одан кейін рулық мүдде, 30 жылдық көрсетіп тұр ғой, біздің жағдайымызды көрсетіп тұр. Сондықтан да біз Кенесарының басы келген уақытта қайтадан жаңғырып, жаңа қазақ пайда бола қалады дегенге мен сенбеймін. Бұл өзі эволюция, бірте-бірте жаңғырып келе жатырмыз. Тәуба, Құдайға шүкір, ақырын біз ұлтқа керекті бір жақсы бір идеяларды табуымыз керек. Ұлттық дамудың бір жақсы идеологиясы болу керек. Сол кезде Кенесары баста қайтады ғой деп ойлаймын. Және Кенесары басын абыроймен әкеліп, жақсы бір пантеонға қойып, жерлеуіміз қажет деген пікірдемін. Генетиканы этнологияға пайдалану әуестігі белең алды. Енді пәнаралық байланыс тұрғысынан. Сіздің ойыңызша осы генетикалық сынамалар қорытындылары тарихты зерделеу тұрғысынан мінсіз деп айта аламыз ба? Сұрақ жақсы. Әлде бұл бір сәндік жағынан қолайлы, Скопус деген бар ғой. Түсініп тұрмын. Сол жүйеге бір көптеп мақала шығарудың бір тәсілі ма деген ой ғой. Дәурен, сұрағың жақсы сұрақ. Бұл өзі біз әуесқой халықпыз ғой. Қазақ халқы деген жаңалыққа әуесқой, қызық сондай бір мінезіміз бар. Ойбай, ДНК зерттеулер, гаплогруппа дегенге бәрі таяғымыз қалмай, жаңа жерде осы жаңағы генетикалық зерттеулердің ішіне араласып жүрміз, я шыққан деректерін пайдаланып жүрміз деген сияқты. Бұл жаңағы қайнар көздердің біреуі, қазақ тарихының қайнар көздерінің біреуі. Мен ДНК зерттеулер, әлгі менің шежіре бойынша зерттеулерімнен артық деп айта алмаймын, олардан мықты деп айта алмаймын. Білдіңіз бе? Этнос, мемлекет тек қана ДНК бойынша, қан бойынша ғана құрылмайды. Егер де біз осы тақырыпты аса бір қаузалай бергеніміздің де қажет жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені қазақ қан жағынан біркелкі халық емес. Білдіңіз бе? Біз әр түрлі гаплогруппалардың өкілдеріміз. Мысалы, менің группам бірінші топ, ол ирандықтарға жақын. Сіздің группаңыз С болуы мүмкін, ол моңғолдарға жақын. Біреудің группасы тобы Н болуы мүмкін, ол қытайларға жақын деген сияқты. Біз Еуразия құрлығының ортасында мемлекет құрдық. Еуразия құрлығының ортасында этнос құрдық. Сондықтан да біздің қанымыз, жан-жақтағы қандардың бәрі біздің қанымызға әсер етпей қоймайды. Өзі қазақ деген халық 15 ғасырдың басында Алтын Орда құлады, мына жақта, ана жақта Шағатай мемлекеті Моғолстан құлап жатты. Сонда пайда болған халық. Сол мемлекеттерде жүрген тайпалардың барлығын басын қосып, сендердің түбің Алаша деп, Алашахан, Алаш еліміз деп ант берген еліміз. Білдіңіз бе? Бұлардың бәрі бір атадан тараған, қаны біркелкі емес, әртүрлі аталар көрді. Бірақ ана Алашаханға байлады. Алашахан деген бұл жылқышылық дәуір, алғашқы жылқышылық дәуір. Бұл энеолит шамасы, энеолит дәуірі. 4-ші мыңжылдық біздің эрамызға дейінгі. Сол енді жылқышы халықтардың барлығын Алашаханға байладығы, қазақ деген халықты қолдан жасап шығардық. Білдіңіз бе? Дала халықтарының барлығы. Оның қанына ешкімде қараған жоқ. Сен мына группасын, сен мына топсын, сен мына гаплогруппа мындай деп ешкімде қараған жоқ. Сондықтан да бұл шаруаны қаузалай беруге болмайды. Өйткені біз қанымыз әркелкі халықты. Екіншіден, бір әулеттің өзінің ішінде де қазақта әртүрлі қандар бола береді. Мәселен, төрелер әулетінің өзінде де әртүрлі қандар бола береді. Өйткені бізде қазақта асырап алу дәстүрі деген дәстүр болды ерте уақытта. Біз қашанда жаңағы даланың тәртібі соны етті, жаңа жерде пана іздеп келген адамды сыртқа қумайды қазақ. Паналатады, бауырына басады, жақсы болса балағы балады.
Мына баланың көзі жайнап тұр екен дейді дағы, мысалы қалмақтан бір бала жаңа олжаға келіп қалды ма жаугершіліктің уақытында, бауырына басып өзінің баласының қатарында өсіре береді. Мына даланың киігі, даланың қасқыры сондай, тәртіптері солай болады. Ұлы дала, біз экстремалды жағдайда өмір сүреміз. Біздің табиғатымыз экстремалды. Сондықтан да ондай табиғи ортада болғаннан кейін біз мүмкіндік келгенше бір-бірімізге қолдау жасауымыз керек, көмек көрсетуіміз керек. Мына төрелердің арасында да бір-бірінің балаларын асырай береді. Бір жаудан қолға түскен, шапқыншылықта қолға түскен балалардың бәрін асырай береді, бауырына басып. Оның жүздеген мысалдары бар. Тек қана сол тақырыпта біз арнайы бір хабар жасауымызға болады. Сондықтан да енді келіп тұрып, ойбай, жаңағы гаплотоптар ДНК керемет мәлімет береді екен. Қалай мәлімет береді, егерде бір отбасының өзінде бірнеше қан болатын болса? Міне бүгінгі күннің өзінде ол кедергі келтіріп жатыр бізге. Бүгінгі күннің өзінде. Я болмаса төрелер өліктеріне қатысты біздің керемет ДНКшниктер неше түрлі пәлелерді жазады. Ой, анау ойнастан туған, өйткен бүйткен дейді. Ойнастан туған емес, ол асырап алған баласы. Білдіңіз бе? Ол төрелеріне қатысты жаңағыдай жаман сөздер айтуға болмайды. Асырап алғандары рас. Қазақтың өзінің қаны бір келке емес деп отырмын ғой. Егер де бәріміз бір гаплотопта отырсақ, бәріміз Г әдем болсақ, болмаса бәріміз С болсақ, айтуға болады, ой, керемет жаңа. Қазақстандық ғалымдар енді Жақсылық Сәбит, Мақсат Жабағин, Бағлан Айдаровтарды 2022 жылы Моңғолияда ғылыми зерттеу жүргіземіз деп жүрген кезде оларды ұстап алып, Моңғолия билігі 5-6 ай қамап қойды, қателеспесем. Естідім. Бұл сұрағыңа бұл екіге бөліп жауап берейін, Дәурен. Бірінші, мына бізге сырттан келіп, қазақтың қанын зерттейміз деп жүрген ғалымдардың барлығын, ғалымсымақтардың барлығын желкеден алып қуу керек, шекарадан ары қарай асырып жіберу керек. Қанда тек қана гаплогруппа емес, қанда толып жатқан ақпарат болады. Толып жатқан ақпарат. Сіздің денсаулығыңыз жөнінде, сіздің ата тегіңіз жөнінде, сіздің қабілетіңіз жөнінде толып жатқан ақпарат бар. Сіздің өзіңіздің білмейтін ақпарат қаныңызда болуы мүмкін. Содан кейін оны біреулерге зерттеткізіп, біреулерге оның пробаларын беріп, сыртқа шығаруға ешқашанда болмайды. Білдіңіз бе? Сондықтан да қан мәселесіне өте қатты қарау керек. Кезінде Оразақ Смағұл, менің ұстазым өзі, антропологияны, физикалық антропологияны сол Оразақ ағайдан үйрендім. Жас студент кезімде экспедицияларында жүрдім. Ол кісі осы мәселені қатты айтушы еді. Шет елден біреулер жаңағы проверкаларын алып келіп, Дәурен, мен сенің қаныңды алайыншы, көрейінші дегенге болмайды. Тыйым салу керек ондайға. Екінші, жаңағы Моңғолиядағы біздің зерттеушілердің жаңағыдай жағдайға. Ол да сондай түсініктен дұрыс, олардың да азаматтары бар. Мен моңғолдың қанын, гаплогруппаларын зерттеймін деп келген адамдар, оларда күдікпен қарайды. Бұл мәселе Шыңғысханда да емес, мәселе жаңағы мен айтқан мәселеде. Білдіңіз бе? Яғни Моңғолия билігінің позициясы өте дұрыс. Өте дұрыс позиция. Алдыдағы бұларды 5-6 ай қамады ма, бірдеме істеді, сосын шекарадан шығарып жіберді, қайтыңдар деп жаңа жерде. Өте дұрыс позиция. Бұлар енді Шыңғысханның басына да жолатпайды ғой. Шыңғысхан Бұрхан халдунда күзетте, ол жерленген жер, биік таудың басы, оған біз бірнеше қатар күзет бар. Жалпы елде бөтен адамның барғанын қабылдамайды. Шыңғысханды қазықсызбайды. Енді оған байланысты мен осы білетінім. Біздің қанымызды зерттеген ғалымдар болды ма? Болды. Біз ондайға достық беріп қойдық па? Достық беріп қоямыз. Біз көп нәрсеге достық беріп қоямыз. Аралас некені насихаттау мәселелері бар ғой. Бұл да осы қанды бұзуға бағытталған шабуылдар ма? Жоқ, мен ойымша аралас неке дәл қазір Қазақстанда қазақ халқына қауіп төндіретін деңгейде емес. Қауіп төндіретін деңгей деген ол егер де қазақтың 25%-дан астамы аралас некеге түсіп кететін болса, ол қауіп төндіреді. 25%-дан асып кететін болса. Қазіргі біздегі аралас некенің үлес салмағы совет кезеңінің өзінде 7-8% пайыздай болды. Қазір одан да төмен. Сондықтан да бұл аса бір қауіпті дүние емес деп ойлаймын. Қазір қауіпті емес. Қазір қауіпті емес. Егер де сенің ұлтыңның 25%-ы аралас некеде тұрса, Дәурен, онда сен қауіптен. Өйткені ол этносын, болмысын, мінез құлқын, тілін өзгертіп жібереді. Ал енді 25%-ға жетпесе қатты қауіпті. Біз өзімізге келіп жатқан шағын этникалық топтарды қазаққа айналдыру
ассимиляция процесін жүргізіп жатырмыз қазір. Бір жерде ол белсенді жүріп жатыр, бір жерде ақырын жүріп жатыр. Бірақ бұл өте позитивті процесс. Біздің халқымыздың саны, қазақпын дейтін адамдардың саны 70%-дан асты қазір. 75%-ға жақындап қалған шығар деп ойлаймын. 75%-ға аралас, жаңағы шағын этностармен араласудан ешқандай да пәле жоқ. Оларды қуып төбелесіп жүргеннен гөрі, доңғандармен төбелескен сияқты масқара болып, бүкіл әлем алдында масқара болып жүргеннен гөрі, сол аз 50 мың доңғанды ассимиляция жасап қазақ қылып жүрген 1000 есе пайдалы. Көрші елдерде қазақтың ру аралық қақтығыстары кандидаттық диссертация ретінде қорғалған. Білмейді, хабарым жоқ. Онда ру аралық қақтығыстар кестесі бар, қай румен шайқаста алауыз болды деген сияқты. Оған кімдер, қандай билер, қандай батырлар, немесе төре себеп болды деген сияқты. Барлығы жазылған онда. Енді бұл айтып отқан ғылыми жұмыс Перфилев Александр деген ресейлік тарихшының жұмысы 2011 жылы қорғалған. Бұл не үшін керек болды? Бұл тақырыпта жазылса жазылған болар. Жазылған нақты. Бұл тақырып мен шетел ғалымдарын қызықтыратынын білем. Бұнымен алғашқы әуестеніп бізде рулық мәселелерді зерттеген американдықтар болды. Шоберлайн деген ғалым келіп жүрді. 90-шы жылдар, 2000-шы жылдардың басында көп келді. Қазір енді келе де қоймайды, өйткені қазақтар ол ақпаратты, жаңа ру мәселесін олар ана Фейсбуктан да ала береді, әлеуметтік желілерден де ала береді. Біз жасырын ештеме қалмады қазір. Фейсбукқа кіреді, Фейсбук өздерінде қойды орталықтары. Бүкіл ақпаратты қазір ала салады. Шоберлайнның өзбектерге қатысты жазылған үлкен мақаласы бар, ол жарияланған. Ол ана барлау органдарына жұмыс істемей тұрған уақытында жазылып қалған, жас кезінде жазылып қалған дүниесі ғой. Ол өзбектерді жіліктеп шағатты, жаңағы бөліп. Негізінен өзбек мәселесі бізге қарағанда күрделірек. Өйткені олар өзі 3 хандықтан құрылған, Ташкент қосылған. 4 бөліктен тұрады, 4 үлкен бөліктен тұрады. Оның ішінде әрбір бөліктен тағы да бір бөліктері бар. Ал енді қазақты іштен іріту мәселесі, бұл Ресей үшін де, өзгелер үшін де өте өзекті болған болу керек, бірақ біздің жүйеміз мықты. Біз туыстық жүйеге бүкіл саясатты да, бүкіл әкімшілік территориялық құрылымды да барлығын туыстық жүйемен байлаған халықпыз. Біздің ата-бабаларымыз қазақ хандығын құрған уақытында керемет жүйе жасаған. Өте керемет жүйе жасаған. Өйткені сіз бен біз белгілі бір атада туысамыз. Білдіңіз бе? Ол атаны қолдан да жасап қояды, керек болса, жаңағы жерде. Бірақ сол атаның деңгейінде біз туысып жатамыз. Кез келген қазақ белгілі бір деңгейде, жаңағы генеалогияның, насабнаманың деңгейінде туысады бірімен бірі. Олар төменгі деңгейде жақынырақ туыс болады, жоғары деңгейде алысырақ туыс болады. Жаңа атамыз Алаш деп алдық қой, ақсақалдар сол 15-ші ғасырдың басында. Мифтік әфсаналық тұлғаны алды, Жылқышыбай мәселен, Жылқышыбайды алды дағы, содан соның 3 ұлынан таратты. Үлкен ұлынан, орташы ұлынан, кіші ұлынан деген сияқты. Сөйтіп таратып, барлығын бір атаның баласы қылып қойды. Сосын Алаштан қалған ережелер деген ережелер бар. Мәселен, Алаштан қалған бөлінбеген енші деген ұғым бар. Мәселен, жаңағы Алаш 3 баласына енші бөлгенде, алғашқы уақытта, аса қартаймай туған уақытында 3 ұлына 3 бөліп береді ғой, жаңағы үлесін, еншісін бөліп береді. Өзіне бір бөлігін алып қалады, 4-ші бөлігін өзіне алып қалады. Сосын қайтыс боларының алдында, жаңа өзінде қалған бөлікті 3 ұлына тағы да бөліп береді. Бірақ айтады, ұлдарым дейді, сендер даланың көшпелі халқысыңдар. Сендер қалпыларыңа, жаңа дорбаларыңа нан салып, жаңа жерде тамақ салып жүре алмайсыңдар. Жаңа тірі қойды сүйретіп жүре алмайсыңдар. Бір-біріңе қонақасыларың мына осы 4-ші менің үлесімнен болады. Білдіңіз бе? Мәселен, мен Дәуреннің үйіне келдім. Дәурен маған қонақасы беруге міндетті. Өйткені ол да, мен де жаңағы Алаштан қалған бөлінбеген еншіні алғанбыз. Білдіңіз бе? Бөлінбеген енші. Анау шуға тиіспейді, алғашқы бөлінген еншіге. Ал енді соңғы
ақсақалдың бөлген еншісі ол ортақ енші деп есептелінеді. Осындай ережелерменен мықты бекітілген қазақ бір-бірімен кездескен уақытында әлі күнге дейін жаңа атасын, жаңа бабасын сұрай бастайды. Өйткені белгілі бір деңгейде туысады. Я болмаса белгілі бір деңгейде құда болады. Сіз Найманнан қыз алсаңыз, сіз миллион адаммен бірден туыс болып шығасыз да. Миллион адам сізге қайын жұрт болып шыға келеді. Я болмаса бір дулаттан қыз алсаңыз, бүкіл дулат, ол енді миллион шығар саны, сізбен туыс болып шыға келеді да. Сізге тиісе бастайды жаңа жерде күйеу бала анау мынау деп. Сол емес пе жаңа жерде? Сөйтіп, сондықтан біздің туыстық жүйені бұзу өте қиын. Қазақтың руларының ішінде ірі соғыстар болмаған, үлкен соғыстар болмаған. Бірақ барымта жаңа жерде кикілжіңдер болып тұрады. Бірақ онда реттейтін өз тетіктері бар. Сондықтан да ол Шеверланда, жаңағы Парфенов дедім бе? Оларда далбаса дүние. Қазақтың ішкі бірлігін ешқайсы да бұза алмайды. Біздің аталарымыз ол ішкі бірлікті мықты жасап, шегелеп бекітіп, неше түрлі ережелермен қатырып қойған. Біздің мақсатымыз соны ұстану. Біз өзіміз ұстанбағандықтан сол жаңағы ережелерді осындай пәлелерге ұшырап қойдық. Империялардың жаңағы отарлау, билеу тәсілінің бірі ғой енді мына тайпаралық, руаралық қақтығыстарды, алауыздықтарды пайдалану. Кейінгі кездерде байқап жүрміз, оқтын қоғамдық пікірге әлдебір тұлғалар тобын дейік, мансұқтайтын бір ақпараттарды лақтырып жібереді қоғамдық пікірге. Мысалы, Қонаев пен Сәтбаевты бір-біріне қарсы қойып қояды деген сияқты. Рысқұлов, Сәбит Мұқанов, Тәшенов, тағы басқа тұлғалардың атына кір келтіру, интригаларға араластыру белең алып бара жатыр. Бұл сыртқы күштердің әсері деп ойламайсыз ба? Жоқ, бұл шамасы сыртқы күшті емес. Бұл жерде қазақтың жаппай тарихпен әуестеніп кетуінің әсері ме деп ойлаймын. Абай айтады ғана қара сөздердің, алғашқы қара сөздердің біреуінде айтады. Бұрын ел басы, топ басы жаңағы деген адамдары болушы еді дейді қазақ. Қазақ солардың соңының айтқанымен жүруші еді, солардың билігіне көнуші еді. Аналар да ел сеніп тұрғаннан кейін еліне қызмет жасаушы еді дейді. Өзінің қара шаруасымен жүре беруші еді дейді. Өйткені өзінің жаңағы сөзін сөйлеп тұрған көсемдері бар дейді. Қазір қазақтың бәрі көсем болып шықты. Білдіңіз бе? Сосын бізде ел басшылығы, Қазақстан басшылығы, елмен тіл табыса алмайтын жағдайда кейде көріп қаламын. Тіл мәселесінде де нашар болады, түсінік мәселесінде де нашар болады. Елге бір жағымды, елмен тіл табысатындай бір тетіктерді қолдана бермейді. Сондықтан да елдің барлығы басшы, елдің барлығы көсем, өз басына би болған өңкей қиқым дейді ма? Абай айтады ма? Өңкей қиқым жаңағы мәселелерді қопарады, қопыстады, өзінің түсінік деңгейінде. Білдіңіз бе? Оның түсінік деңгейі өте төмен болуы мүмкін. Ол мысалы өмір бақи бір рудың, бір атаның ішінде ғана өскен адам. Өмір бақи ол ру мәселесімен ғана өмір сүрген адамдар болады біздің қазақтың ортасында. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Бір алыстағы бір ауылдарда сондай тіпті сондай түсініктермен ұлттық деңгейге көтеріле алмай қалған. Білдіңіз бе? Сондықтан солар жаңағындай қазанды, ұрыс керістің қазанын қайнатып жатады. Кейде әдейі де істелуі мүмкін. Өйткені кейде біздің билікте, мысалы бір сайлау кездерінде бірдеме елді жаңа басын қатырып қою үшін бірдемені тастай салады ортаға жаңағындай. Мәселен, Кенесары тақырыбы жақсы, ортаға тастай салады. Кенесары ғана сатқындық жасаған жаңа жерде 19 ғасырда өзіміздің болды ғой енді жаңа жерде сатқындар болды. Солар жөнінде салады. Сосын шу кейде соны біздің билікті пайдаланады. Өйткені ана білет қазақтың жаңағындай дүниеге әуес екенін, жаңағындай қызығатын. Ақымақтық қой енді. Сонымен салады. Сөйтіп әдейі қоздырып жібереді. Өйткені қоғамдық бір мәселелерді, өздерінің бір саяси мәселе, дипломатиялық мәселелерді сол екі ортада шешіп болу керек болады. Бұл мына билік пен халықтың ортасындағы мына кейде бір үлкен айырмашылық, құз, терең пайда болуына байланысты. Енді біздің қоғамда енді үлгі болуға тұрарлық тау тұлғаларды абыройдан жұрдай қылу бір саясат жүріп жатқан жоқ па? Енді біз мемлекетпіз ғой. Біздің енді сыртты бақылайтын да, ішті бақылайтын адамдарымыз бар ғой енді, Құдайға шүкір. Жаңағыда артық ауыс кетіп, сырттың біреудің соңынан еріп кетіп жататын болса, оларды желкеден ұстап тұрып,
жазалау керек. Әдейі сырттың тапсырмасымен жұмыс істейтін адамдар болады, болмай қоймайды. Бұндай ғалымдардың арасынан да болуы мүмкін. Осы 90-шы жылдары біздің этнография саласында сондай бір Мәскеуде оқып келген біреу болды. Қазақ тілі дегенді, қазақ мәдениеті дегенді түптің мойындамайтын адам еді. Түбі қазақ өзінің жаңа жерде. Ана Масановтарды айтып отырмын. Бірақ анда қазақта мемлекет те жоқ дейді. Не было государственности у казах дейді. Это подарок советской власти дейді. Сөйтіп түсіндіруші еді жаңа жерде. Сосын мынау орыс тілін білген қазақ қана ол сапалы қазақ деуші еді. Ал енді анау ауылдан келгендер ол өте төмен деңгейдегі жабайы қазақ. Бір атасы ғана қалада тұрған қазақтар, олар енді орташа жаңағы жерде, жаман мен жақсының ортасында. Ал енді екі атасы қалада тұрған орыс тіліне бейімделген қазақ, ол дұрыс толыққанды қазақ деп түсіндіруші еді жаңағы жерде Масановтар. Солардың шәкірттері бар, әлі де осы бағыт жұмыс істеп келе жатыр ғой деп ойлаймын. Кейбір батыс елдерінің елшіліктері, мәдени атташелері бар, тарихи ғылыми институттарға ұсыныспен шығады. Яғни белгілі бір тақырыптарға грант ұсынады екен да. Геополитикалық ойындарға пайдаланғысы келетін бір сыңай бар сияқты. Мысалы, олар ұсынатын тақырыптардың ішінде, мысалы, ашаршылық, желтоқсан оқиғасы, алаш қайраткерлерінің тарихы деген сияқты мәселелер бар. Мен оны Дәурен білмеймін, қаншалықты грант, қандай көлемде бөлініп жатқанын. Бұны алдын алудың бір-ақ жолы бар. Бізде өзі ғылымға ерекше көңіл бөліну керек. Назарбаев кезеңінде 30 жылдықтың ішінде ғылымға өте төмен көңіл бөлінді. Көңіл бөлінген жоқ. Енді сіз мына ғылым білім министрліктерінің ауысуынан қарап отырсаңыз өзі, ретімен қарап отырсаңыз, әр 2 жыл сайын ауысып отырды ғой. Білдіңіз бе? Ең көп министр ауысқан біздің салада ауысты. Яғни бір министр келеді, бірдемені білдіреді, екінші министр келеді, оны лақтырып тастап, екінші бірдемені білдіреді. Сондықтан да біздің білім ғылым саласы өте нашар жағдайда. Енді қазір екіге бөлінді, білмеймін де. Ғылым академиясының жағдайын өзіңіз де білесіз, қандай төмен деңгейде екенін, өте төмен деңгейде. Сондықтан да ал енді ғылым деген елдің алдындағы барлаушы. Ол сіздің алдыңызда келе жатқан авангард. Білдіңіз бе? Сіз соның соңынан келе жатасыз. Егер де олар ана жерде шұңқыр бар демесе, сіз шұңқырға түсіп кетесіз. Боққа түсіп кетесіз. Сондықтан да ғылым бізде болу керек. Осыны түсінген болу керек. Осы 12 сәуір күні ғылым күніне арнап президентіміз жақсы сөйледі. Қаныш Сәтбаевтың юбилейіне байланысты, 125 жылдыққа байланысты ғылымға көңіл бөлінетіндігін айтты. Енді бұл жай әңгіме болып қалмай, ауызша өмірге енеді ғой деп ойлаймын. Екіншіден, ғылым жасаған уақытында ғылым ұлттық мүдде тұрғысынан жасалу керек. Білдіңіз бе? Ана орындаушының қалтасын толтыру мақсат болмау керек. Ұлттық мүдде. Ол үшін біздің өзіміздің ғалымдарымызда ұлттық мүдде дегенді бірінші орынға қою керек те. Бізге қандай саланы дамыту керек? Халыққа пайдалы саланы дамыту керек. Сол салаларға барлық күш-жігерін салатындай болу керек. Бізде енді бір қиын жағдайда, біз жаңа 30 жылдықтың ішінде біз ғылыми мектептеріміздің көпшілігінен айырылып қалдық. Ғылым мектепте жасалады. Ғылыми мектеп болу керек те. Ғылыми мектепте бір 3-4 адам өздері қалыптастырады. Осындай мектептер нашарлағаннан кейін қиын болады. Мәселен, мен Қарағандыда өстім университетте. Бізде Қарағандыда ғылым академиясының өзі бір бөлімшесі бар еді. Ол жерде химия, технология, неше түрлі институттарымыз бар еді. Олар бүкіл Қарағанды өндірісімен, Балқаш, Жезқазған өндірісімен жаңа ғалымдар айналысушы еді. Білдіңіз бе? Олар шлакта шығып, металды руда бар ғой, қалып қоятын руда. Солардың өзінің переработка жасап, одан неше түрлі дүниелер алып шығудың жолдарын солар сол заманда 80-ші жылдар ойластырып жатушы еді. Евгений Арсенович Букетов деген үлкен ғалым ағамыз болды сол жерде. Өкінішке орай ол мектептердің көпшілігі қазір жоқ. Қожа бергеншілер, сегіз серішілер, түптіхана өзіме шейін деген фальсификацияларды тоқтатудың бір жолы бар ма? Бұны да мемлекеттің шешімімен тоқтата алмайсыз. Ол қиын шаруа. Ана жылда бір ақын ағамыз
наймандар туралы анекдот көбейіп кетті, тоқтатуды өтінемін деп жаңа жерде Тоқаевқа жазған хаты бар еді. Естеріңізде бар ма жоқ па жаңа жерде? Тоқаев тоқтата алмайды ол анекдотты. Ол халықтың өзінің ішінде шығып жатқан. Сол сияқты жаңа ғана Қожаберген жырау, ол халықтың бір бөлігі сондай фальсификацияға, сондай өтірікке жақын болады. Ол біздің ана құлдық заманына шыққан мінезіміз сондай. Көне тарихты, ұлттық тарихты көрмей, бір аталарын, бірдемелерді соларды дәріптеп жүреді. Өтірік тарих, жалған тарих, ол ана базарда бір нашарлау бір жерде жасалып жатқан күйелеш пирожки сияқты да. Оны жақсы көретін адамдар да болады. Әйтпесе ол сатқан пайдасы түспейді ғой жаңа жерде. Біздің қоғамымызда да сондайды с аппетитом жейтін адамдар бар да. С аппетитом жейтін адамдар бар кезде, спрос бар кезде, жаңағындай Қожаберген жырау, тіпті қиян, қайсы тағы да жаңа жерде сегіз серіт, неше түрлі көбейіп кетті. Ана бір дәрігер бар, қолдан жасалған өтеубойдақ. Ондай пирожкилер көп болады. Ондай өйткені спрос бар да. Халық қараңғы бір бөлігі, жаңағындай базардың маңайында қараңғы жерде жүреді. Ол ана иісті де қатты сезе қоймайды. Ол жақсы таза жерде тамақ жеп үйренбеген, мектептен дұрыс өтпеген. Сондықтан оны талап етеді. Билік те оны солай болса болсын дейді жаңағы. Ондайлардың көп болғаны мүмкін кейде біздің билікке де пайдалы болуы мүмкін. Өйткені талғамы бар адамдар ол қауіпті адамдар ғой. Білдіңіз бе? Талғамы бар адамдар ол билік үшін де бәрі үшін қауіпті. Өйткені талғамы бар адам боққа түсіп кетпейді. Ол ойланады. Мына пирожкиді жесем ішім ауырады ғой деп ойланады. Сол емес пе? Сондықтан да мына қоғам өзі, біз қоғам дейміз. Біздің қоғамның өзі жаңағындай өзің айтқан көп мәселелерге байланысты біртұтас емес қой. Білдіңіз бе? Ортақ тілі жоқ, ортақ ділі жоқ, ортақ мәдениеті жоқ қоғам болғандықтан біз жаңағындай көп проблемаларымыз бар. Құдайға шүкір, ертең қоғам өзін-өзі жаңғыртып жатыр ғой. Ақырын-ақырын күресіп жатыр қоғам. Бір ортақ мөлшерге келетін болса, ортақ жүйеге келетін болса, жаңаның барлығынан жап-жақсы өтіп кетеміз, проблема болмайды. Жаңағы ономастика мәселесі біздің рушылдығымызды әшкере қылатын ғылым деп айтуға бола ма? Жоқ, ономастика дегеніміз ғылымның бір өте әдемі саласы. Бізде мынау айтып отырмын ғой, тарихтың өз қайнар көздері онша көп емес қой енді. Ауызша деректерді толық қорытып пайдалана алмай жатырмыз. Археология сізге ономастика жер су атауы бойынша ешқандай мәлімет бермейді. Жаңағы жерден ДНК зерттеулер ешқандай мәлімет бере қоймайды, жартылай ғана береді. Сондықтан да ономастикада ғажап үлкен деректер бар. Білдіңіз ба? Ономастиканың өзі былай сан қабат. Кәдімгідей ономастикамен айналысқан уақытында кәдімгі шахтаға түскендей түс. Әрине, ол ғылым, тарих ғылымның көзімен қарасақ солай. Иә. Бірақ осы ономастика мәселесімен айналысып отқан мемлекеттік қызметтегі арнайы құзырлы мекемелер менің пәлен атама, мен түген атама, мына мектептің атын бер, жердің атын бер, ауылдың атын бер, ескерткіш соғу керек деген сияқты нәрселермен ұсақ түйек деуге келе ма, келмей ма, осындай мәселелердің басын қатырып тастаған. Ондай бар. Қазақ өзі амбициозны, халық сондай жаңа жерде өзінің жағдайына қарамайды, атасының жағдайына қарамайды, көше алып бергісі келеді, қаланың атын алып бергісі келеді, ондай былықпайлар бар. Бірақ енді жердің бәрінде ономастикалық комиссиялар бар ғой. Облыстарда үлкен комиссия бар. Мен мысалы Ақмола облысы бойынша комиссияның мүшесімін. Осы Астанада бірден неге қалалық ономастикаға шақырып отырады. Комиссия неменеге отыр? Тиым жасап отыру керек ондайлардың барлықтарына. Еңбегі арқылы ғана елену керек. Екінші жағынан кейде бізде бір тым орталықтандырылған бір проблемалар, тым орталықтандырып жүру де проблема туғызады. Бір тізім жасап қойған біздің министрлік 300 адам ба, 500 адам ба, содан шықпайсыңдар дейді. Жаңа жерде сол атаулардан шықпайсыңдар дейді. Сөйтіп тағы мәселен біздің жерімізде түпкі тарихи атаудың орнына өздерінің бір достық, береке,
бірдеме деген атаулары бар жаңағы жерде. Ақбұлақ жаңағы жерде. Қазір қарап отырсыз ба, Ақмола облысында қазір Ақбұлақтан көп атау жоқ, көбейіп кетті. Өйткені ана тізімде тұр, сосын алады дағы, ана әр ауыл енді ана тарихын зерттеп әуре болғысы келмейді. Өзінің байырғы атауы бар ғой, оны қажетті. Ол құлаққа нашар естіледі дейді дағы, жаңағы жерде Береке деп қоя салады, Ақбұлақ деп қоя салады. Бұндай да проблема бар. Яғни ономастикалық жұмыстың өзі қыр-сыры деген қиын нәрсе. Мен жұмыс істеп жүрмін осы бағытта. Жалау Оңбаевтың ескерткішін неге Семейде қоймасқа мысалы деген әңгіме ғой. Ол әңгімең дұрыс. Ол әңгімең дұрыс. Сұлтанбек Қожановтікі дұрыс. солтүстікке апарып қояйық. Иә, дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың. Бізде өкінішке орай осы бір жершілдік деп айтуға болады ма, мына ұлттық деңгейдің нашарлығы деп айтуға болады ма, әркім өз атасын түгендейді дағы, сол бойынша ғана бірдеме жасалады. Дұрыс айтасың. Бірақ соңғы кезде ақырын жағдай өзгеріп келе жатыр. Енді біз Алашты көтермегенде кімді көтереміз? Әлихан Бөкейханов әр ауылда тұру керек ескерткіші, әр ауылда көшесі болу керек, скверлер болу керек, кітапханалар болу керек. Біз белгілі бір аймақтардан, географиядан біз шығуымыз керек. Шығуым болмайды. Бір географияға байлап Алашты, бір географияға байлап қоюға болмайды. Алаштың шекарасы дегеніңіз, 6 Алаш болып өмір сүрдік қой. Ол тек қана қазақты емес, Қырғызды, Қарақалпақты, Құраман, Ташкент түбіне дейінгі жерлердің барлығын қамтиды. Осы жерлердің барлығына Алаш тұлғалары ортақ. Білдіңіз бе? Оны меншіктеп, мынау Маңғыстаудың меншігі еді, мынау Жетісудың меншігі еді деген ондай лақпа әңгімелерді қою керек. Мен бұл жағынан сізбен 100% келісемін. 20-30 жылдар біздің игі жақсыларымыз бәрі сотталды, атылды. Соларды соттағандар, атқандар кеңес үкіметінің кезінде жоғары лауазымды қызметтерде болды ғой. Кейін тәуелсіздік алған кезде де солардың ұрпақтары, мұрагерлері билікте болды дегенді, бар дегенді жиі естиміз. Біздің көлеңкесінен қорқатын, халықты жау көретін шенеуніктердің бір легі қалыптасуына осы бір тарихи фактор әсер етті ме? Әсер етті, әсер етпей қоймайды. Бұны енді біздің тарихшылардың біраз білетін болу керек. Бірақ тарихшылардың ішінде де жаңағылардың тұқымдары бар ғой. Білдіңіз бе? Сол 30-жылдар көрсеткен жаңағылардың қазақ азаматтарының жаңағындай репрессияға ұшырауына тікелей себепкер болғандардың тұқымдары біздің арамызда бар. Өйткені КПСС арқылы қалыптасты ғой біздің қазіргі Қазақстан тарихы деген пән, ғылым. Сол КПСС-тің ғалымдары 90-шы жылдар бәрі кірді дағы, а КПСС деген таза партиялық тәртіппен қалыптасқан сондай ғылым болатын. Қазіргі политологияның орнына жүреді ғой. Ол жерге және анау адамды алмайтын, білдіңіз бе? Түбіңіз жаңағы кедей батырақ құлдардың тұқымына барып тірелу керек. Оған тексеріп алушы еді ғой. КПСС-ке де сөйтіп тексеріп алатын, КПСС мүшелігінде де оңайлықпен алмайтын. Сондықтан да бар, ондайлар бар. Бұларды ең алғаш бірінші жазған Шыңғыс Айтматов. «И дольше века длится день» деген кітабы бар. Ғасырдан да ұзаққа созылған күн, иә? Біз студент кезімізде оқыдық. Ол үшін Шыңғыс Айтматов күйіпке тізілдады. Ол кезде Суслов, бірінші уақытта Суслов еді ғой, бүкіл идеологияны жүргізіп отырған. Шыңғыс Айтматовтың тағдыры былай қыл үстінде тұрды деп ойлады. Қыл үстінде тұрды. Ол кезде қатты бақыланады ғой. Біздің Олжас Сүлейменов Азия кітабы үшін қыл үстінде тұрды. Әне кетті, міне кетті, әне ұсталды, міне ұсталды деп. Шыңғыс Айтматов жаңағы «Дольше века длится день» сол кітабында обком секретарының образы бар да. Обком секретарының образы бар. Кәдімгі Мангүрт. Мангүрттің әртүрлі деңгейлерін көрсеткен ғой енді Шыңғыс Айтматов. Мангүрттің соның ішінде жоғары деңгейі обком секретары. Обком секретары. Ол аналарының жаңағы өзінің Найман қорымына барып жерленуіне қарсы көмесілайықшы осы жерде, бұл кемпірді қайтеді дейді жаңағы жерде. Дәстүрдің барлығына қарсы адамда жаңағы советке әбден берілген. Соқтан бұлар көп. Мәселе мұнда. Репрессиялар 28 жылдан басталды. Енді үлкен масштабный репрессия. Оның алдында да 21 жылдар бұлар елдің басқа түрлі азаматтарын атып тастады. ГПУ.
мысалы мына мәди атақты мәдилер сол 21-ші жылы атылды ғой. Тек қана мәди емес, бүкіл Қазақстанда жаңағы жерде жауынгер батыр азаматтардың барлығы өлтірілді негізінен. Одан кейін де Қазақстанда да көтерілді. 28-ші жылдар әртүрлі күрестер болды, көтерілістер болды, кәмпеске болды. Сонда тағы да көтерілді, тағы да қырды. Сөйтіп, негізінен бетбұрыс 28-ші жыл болды. Сөйтіп бұлар ана партия, совет жұмысына тек қана жаңағыды кедей, тап дейді, құлдардың өкілдерін көтеріп отырды. Құлдардың өкілдерін көтеріп отырды. Мына біздің жақта бір құл деген ру бар еді. Ол кәдімгі тең атаның біреуі. Сол құл атаның ішіндегі бір аферистер бар ғой іштерінде. Енді бәрі бірдей емес қой, орында мықты азаматтары бар. Бірақ жаңағындай сатқын нашарлары біз құлмыз деп белсенді болды. 30-шы жылдардың аштығын солар ұйымдастырды. Білдіңіз бе? Енді ұйымдастырған өздері ұйымдастырмайды, үкіметтің тапсырмасы бойынша ғой енді. Бір нықыш дегендер болыпты. Нықыш дегендер. Бұл тек қана біздің ауыл жақта емес, бұл бүкіл Қазақстанға қатысты нәрсе. 30-шы жылдар солардағы колхоз председательдер, белсенділер, шолақ белсенді дегендер. Шолақ деген сөз білімсіз белсенді деген сөз ғой ана жерде. Солардың барлығы солардан. Рекрут жаңағы құлдардан өте төмен топтардан жасалды. Кейін бұлардың ішінде балалары оқып әртүрлі қызметтерге ие болды. Әртүрлі деңгейде. Совхоз директорынан бастап, Совнаркомға дейін жаңа жерде. Соны суреттеген алғашқы жазушы Шыңғыс Айтматов. Білдіңіз ба? Облыстың секретарын көрсетіп отыр да, мәңгүрт секретарды көрсетіп отыр. Міне содан ақ ойлай беріңіз. Енді мен де көрдім, бір жасы 70-ті алқымдаған бір апаны, түрі енді ұсқынсыз, қап-қара, бала шағасы жоқ, қасында 15 минутта 5 минутта отыра алмайсыз, себебі негатив энергия ұрып тұрады. Неге бұндай деп сұрады мен. Оның әкесі НКВД-да белді қызметкер болған, талай адамды аттан, соттан, обалынан қалған деді. Яғни мен осындай әңгімелердің бір түйінін шығарсақ деймді. Мысалы, әке шешенің немесе ата бабаның іс-әрекеті, ниет, ойы ұрпағының тағдырын қаншалықты өзгертеді? Әсер етуін әсер етпей қоймайды. Негізгі тәрбиені адам баласы өзінің әке шешесінен алады. Мектептен алады, бірақ енді негізгі тәрбиені әке шешесінен алады. Әке шешесі анықтайды баланың табиғатын да анықтайды, биологиялық жағынан да, сосын интеллектуалдық дамуын, сосын қадір қасиетін да отбасында қалыптасады ғой. Ол енді сіз жаңағы аса бір негатив жағдайды айтып отырсыз. Ал енді қазіргі өмірге бейімделіп алған, қызмет атқарады, өзінше сондай интеллигент болып жүргендер де болады. Мен жас кезімде адаммен айналыспаушы едім да, ғылыммен айналыстым, қағазбен айналыстым, ақсақалдардан әңгіме жинадым, бірақ осы адам факторы деген қандай деген мәселемен айналыспаушы едім, қарамаушы едім. Мен ол сағатыма қарап отырушы едім дағы, жұмыстан қолым тимеді. Қазір уақытта адамға қарайтын болдым, уақытым көп. Адамға қарайтын болдым. Адамға қарап-ақ, оның сөзіне қарап, ісіне қарап, белгілі дәрежеде анықтай аламын. Шыққан тегін түбін анықтай аламын. Енді уақыт өтеді, жөнделеді. Мен өз әкемнің мысалы жаңағы 30 халық жауы болған уақытта, 37 жылда, 47-те екінші рет халық жауы болды. Мен НКВД қағаздарын алып қарадым. Үстінен арыз жазғандарды білем, жаңа жерде. Оны шешемді айтып отыратын. Өздерінің көршісі біреу жазған. Бірақ НКВД жаңа кісілерге күштеп жазылған болу керек. Өйткені аналардың әрбіреуінің бір кішкентай кашақтары бар да, біреуі мал ұрлаудан қолға түсіп қалған адам екен, жаңағы арыз жазушылар. Біреу әскерден қашып дезертир болған, сондай. Соларды НКВД жинап алады да, сен ананың үстіне жаз деп күштеп жазғызады ау деймін. Өйткені көршілері өзі кеше үйде қонақ болған, ертеңінде жаңағындай ұстап берген. Бірақ соны барған уақытында, жаңағы жолын бетке барған уақытында тұқымдарын ойландым, іздейін бе. Енді сол ауылда тұрады ғой енді, жаңа жерде. Сосын қош, салауат. Тағдыр, егер де оларды сондай бір жазаға бұйырып тұрса, менсіз де жазаланады.
дедім дағы, мен жаңағы бір жағынан жиіркендім, дистанция, өзі сондай мінезім бар. Бір жек көрген дүниемді өзі араласпаймын, кетіп қалуға тырысамын да. Сондықтан да бірте олар өзі тағдыр, өзі тарих өзінің жазасын береді. Енді адам, Құдай жазасын берсе берді, адам болып мен оны жазалағым келмейді. Қазіргі күні өзіммен араласып жүретін университетте білем, түбінің жаңағындай шек екенін білем, жаңағындай проблемалар болғанын білем, жаңа жерде. Бірақ енді бой сақтауға тырысамын. Өзімнің үлкен бір мақалам бар, қазақтың бой сақтау мәдениеті деген. Бірте олардың балалары өседі, дұрысталады, қатардағы қазақтың азаматы болып кетеді ғой деп сенемін. Бірақ әкеден балаға берілетін, әкелері тікелей НКВД болғандардың балалары анаған тартып тұрады. Енді бір 3-4 ұрпақ ауысқан уақытында мүмкін жөнделетін шығар. Әзірше ол көрініп тұр. Біздің қоғамымыздағы толып жатқан негатив, мына білім саласындағы барлық салаларда көбінесе солардан шығады. Мен бір мысал айтайын сізге. Өзіңіз білесіз. 12 ғасырда өз тайпасынан қуылып кеткен, қаңғырып, айдалада аң аулап күн көріп жүрген бір бозбала айналдырған 15-20 жылдың ішінде дейікші, алып империя құрады. Ол Шыңғыс хан. Айтқанда әлемнің тарихын өзгертіп жіберуге, географиясын өзгертіп жіберуге 15-20 жыл қажет болды. Енді нағыз Шыңғыс хан, нағыз пассионар тұлға. Енді содан бері қанша ғасыр өтті ғой. Осы Азиядан, соның ішінде Орта Азиядан, Қазақстаннан сондай бір пассионар тұлға шығатын уақыт келді деп ойламайсыз ба? Ол пассионар тұлға деген шығуы, ол ел пассионар болу керек. Бүкіл мемлекет пассионарлық сондай жоғары деңгейде болу керек та. Шыңғыс хан ол жай жерден шыққан жоқ па? Шыңғыс хан қият әулетінің өкілі. Жай жерден шыққан жоқ. Оның атасы атақты Домбауыл мерген. Мына біздің Ұлытаудағы ескерткіш сол. Шыңғыс ханның атасы Домбауылға қойылған. Оның аталары бірнеше ұрпақ хан болған. Енді шағын этникалық топтарға хан болды. Есугей Баһадур, жаңағы Шыңғыс хан атасы, ол да баһадурлығымен белгілі болған адам. Сосын өзім көшпелілер әлемі деген былай ғой. Түркі моңғолдың түбі бір негізінен. Бұлда да түркінің бір бұтағы дейді ғой, Рашид ад-Дин айтады, моңғол түркінің бір бұтағы. Бұлар өзгеріс болып кеткені, бұлардың арасында аңшы тайпалар көп кіріп кетті да, Манжур жағынан. Сөйтіп кішкене өзгеріп кетті. Бұл жерде мындай, ұлы орталық Азия кеңістігі негізінен мал өсірумен айналысатын көшпелі тайпалар ғой. Белгілі бір уақытта жарылып отырады, жарылыс болып отырады. Халық саны көбейіп кетеді, халықпен бірге мал саны көбейіп кетеді. Білдіңіз бе? Сөйтіп тағы кәдімгі вулкан сияқты жарылып жаңа бір белгілі бір уақыт кеңістігінде әлемге тарап отырады, әлемді жаулап алып отырады. Сондай бір сәтке, жаңағында бұрқаған сәт, қайнаған сәтке Шыңғыс хан сәйкес келді. Өзінің алдында дәстүр бар, мемлекеттіліктің жаңағы ұлы көші-қондардың дәстүрі бар, жаңағы түріктерден қалған, ғұндардан қалған. Сондықтан сол сәйкестік көп мәселені анықтады ғой деп ойлаймын. Сосын түп негіз, қияттық негіз. Қияттың ішінде бұлар боржігіндер тіпті мықты болды дейді. Қайтпайтын сондай бір мінез болды дейді. Біздің қазақ төрелері де осы мінезбен, Құдайға шүкір, қазақ хандығын сақтап қалды. Бүкіл орталық Азия дағдарысқа түсіп, мемлекеттер шетінен құлап, Моғолстан сияқты мемлекеттер, Ноғай ордасы сияқты мемлекет, Сібір хандығы құлап жатқан уақытында біз мемлекетімізді сақтап қалдық. Алаштан Алашордаға дейін, Совет үкіметі кәдімгі қырып тастағанға дейін біз мемлекетшілік санадан айырылған жоқпыз. Бір қиын кезеңінде Еуразиялық дала дағдарысқа түскен кезде, экономикалық саяси дағдарыс дейсің, жібек жолы сияқты жолдар өмір сүруін тоқтатқан уақытында біз мемлекетімізді сақтап қалдық. Және бүкіл Азияны, орталық Азияны мынау Ресейден қорғап тұрдық. Бұл деген үлкен дүние.
Орынбордан бастап Ташкентке дейін орыстар қанша 1730 жылдардан бастап 1865 135 жыл жүрді. Орынбордан Ташкентке дейін 135 жыл жүрді. Өзің ойлап қарашы, ана жерде. Ташкентке жетіп еді, Ташкент, Бұхара барлығы 3 жылдың ішінде қиратып алды. Сонда біз бүкіл Орталық Азияның қалқаны болып тұрдық та 135 жыл. Сондықтан да бұл Шыңғыс әулеті дегеніміз мықты әулет. Ал енді дәл қазір біздің қоғам жаңа буырқанып қайнап жатыр деп айта алмаймын. Жаңағыда пассионар тұрғызатындай жағдайда емеспіз. Болашақта болып қалар. Қазіргі қазақ халқының жаңғыруы, өсуі, жастардың өсуі мені қатты қуантады. Көп жағынан кәдімгідей ұмтылып тұр біздің жастар. Жап жақсы алға қарай ұмтылып тұр. Көп жағынан. Енді мынау музыка, ән саласынан қатты көрініп тұр ғой. Қазақ тілінде бағы өсіп тұрма деп ойлаймын, өзімше. Енді көп ақмақтар түсінбейді қазақ тілін, қазақтың өз ішіндегілерді. Бізде сол қазан ақырындап шымырлап қайнауды бастарды. Білдіңіз бе? Әлі бірақ ана кондициясына жеткен жоқ. Енді сіз тарихшысыз, ұқсас бір кезеңдерге тарихи баға бересіз. Қазіргі тәуелсіз кезеңде бірнеше кезеңге бөліп қарастыратын секілдіміз. Болашақта тарих ғылымы оларға қандай атау береді деп ойлайсыз? Біз енді қазір айтып жүрміз ғой, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан, солай айтамыз ба, айтпаймыз ба? Мектептің тарих пәні оқулығында қалай жазылады? Шындық ашық көрсетіле ме? Тәуелсіздікті біз енді 90-шы жылғы декларациядан бастаймыз ғой. Декларация қабылданды Қазақстан тәуелсіздігі жөнінде сол қазанда. 91-ші жыл жаңа заң қабылданды тәуелсіздігіміз жөнінде. Содан бастап санасақ, мынау 30 жылдықты бір өтпелі кезең деп атайды деймін. Болашақта бір өтпелі кезең. Бұны енді тікелей Назарбаевпен байланыстыра ма, жоқ өтпелі кезең деп атайды ма, әйтеуір бір өтпелілік бар бұл кезеңде. Енді 30 жыл деген жалпы өтпелілікке көп демес, аз демес, жалпы дұрыс. Мысалы, Мұса пайғамбар яһуди халқын фараондардың құлдығынан алып шыққанда 40 жыл бойы шөл далада жүрмеген екен дейді ғой, құмның арасында. Сонда Мұса пайғамбардан біреулер сұраған екен ғой, сіз неге осы қол созым жерге 40 жыл бойы жүріп алдыңыз дегенде. Сонда мен құлдықты көргендер түгел өліп біткен соны тостым. Солар өліп біткеннен кейін, солардан құтылғаннан кейін жаңағы жерде жаңа Израиль жасаймыз деп 40 жыл тосқаным сол себептен дейді. Енді бізге де сол 40 жыл тосу керек болатын шығар. Бұл бір цикл шығар деп ойлаймын. Қазіргі күні енді Қазақстан, жаңа Қазақстан дегенді көп айтамыз. Бірақ аналар өліп бітпей құлдықты көргендер. Жаңа Қазақстан болмайды ау. Марат Тажин 2017 жылы АПА-ға зам болып келді. Мына идеология саласына жетекшілік жасады. Рухани жаңғыру бағдарламасы сол кезде қабылданды ғой. Сол кезде тарих пәніне, тарихшы мамандарды даярлауға көп көңіл бөле бастады. Бұл Назарбаев билігінің тарихты өзгертудің, өзіне бейімдеудің әрекеті бастамасы деп айтуға болатын бе еді? Енді білмеймін, Тажин жалпы өте білімді жігіт. Европаша білімді. Тарих жақсы, европалық тарихшыларды біледі, атап отырады. Мүмкін билік, жоғарғы билік, енді елбасымыз өзіне ыңғайлағанды дұрыс көрген болу керек. Өзіне ыңғайлағанды дұрыс көрген болу керек. Сосын 7 томдық та солай басталған. 7 томдық. Ол кезде оп-оңай еді жазып шығару 7 томдықты. Қазір қиындап кетті. Авторларға қарап, мәселесе мына соңғы томдарын жазу өте қиын болады. Біз Алашқа дұрыс әлі баға бере алмай отырмыз, Алаштың маңызын. Екінші 20-ші ғасырға дұрыс баға бере алмай отырмыз. Өйткені жаңа құлдық дәуір деп айтуға Ресейден қорқып отырмыз да, Сосын жаңа 30 жылдыққа дұрыс баға беру керек. 30 жылдықтың контуры әлі түсініксіз.
Ол біз енді жаңа Қазақстан деп айтқанмен ескі Қазақстан әлі де шыққан жоқпыз ғой. Сондай қинаймын. Енді анау жаңағы Назарбаев ал жазып тастаң деген уақытта анау зайбектер жазып тастау керек еді. Енді жүр таяқ жеп. Яғни 7 томдықта 30 жылдыққа әділ, шынайы баға беру керек. Өте қиын болады. Өте қиын болады. Мен ана 5 томдықты жазуға қатыстым ғой кезінде. 90-шы жылдары алғашқы 5 томдықты жазуға, академиялық 5 томдықты. Қозыбаев еді ол кезде. Сонда мысалы біз өзімізді, мысалы мен 3-ші томның авторларының біреуімін. 18-ші ғасыр. Оны жылдам жазып тастадық, аса қиын емес. Ал енді 5-ші томды жаза алмай 3-4 жыл жүрді ғой. 3-4 жыл. 5-ші том өте қиын болды жазу. Өздері де қиналды. Сол сияқты қазір де соған қиналады. Осы 7 томдық тура сол соңғы томдарына байланысты проблемный болады. Аналарды бірдеме қылып жазып салуға болады. Сосын бізде мынандай ғой. Жақсы тарихшылар бар, мына қазақи түсініктері жоқ та, сен шежірені сұрап отырсың ғой. Шежірені қолданбай, орта ғасырлық тарихты, кейде тіпті көне тарихты, Абылай заманын жаза алмайсыз да. Мәселе оның дерек беруінде емес. Ол даталарды бермейді сізге шежірені. Бірақ ана түсінік, сол заманның рухын сезінуге мүмкіндік береді. Ал енді сіз рухты сезінбегеннен кейін сіз жаза алмайсыз. Жазуыңызға болады, фактілерді тізіп, пәлешет жылы түгеншет жаңағы анау хан мынаны өлтірді деген сияқты. Фактология болып шығар. Фактология болып шығар. Енді Томирис фильмі түсірілді ғой, көргенсіз ба? Анонстарын ғана көрдім. Сол Томирис арқылы Әлия Назарбаева өзін соған теңестіргісі келді деген пікірлер бар. Осы жөнінде не айтасыз? Біз қызық халықпыз. Қазақ халқы деген қызық халықпыз. Біздің зиялы қауымымыз да қызық. Марис Семашко жазды екен деп, ана бейбарыс деп Египетке шапып қойып, Египетті әбден қаржыландырып болдық, е? Мешітін де жөндеп қойдық, ақшаны да салып жатырмыз. Бізді қазақты қазақ деп білмейді ғой Египет. Мысыр деген ел білмейді. Біз үшін әйтеуір бірдеме айта салады. Ой, Ержан жақсы деген сияқты. Болды. Одан басқа түк жаңағы жерде. Соған қаржыландырып жатырмыз. Оны Марис Семашко деген бір осындай ақсақал бар еді, еврей ақсақал бізде жазушы. Жазғанда жақсы жазушы еді. Сосын біз өзі қазақ жазушысы емес, қазақ ғалым емес, шетелдік жазушы өліп қаламыз ғой. Мысалы, мен жазғанымды қарамайды. Ана бір басқа біреулер жазса да шет жақтан, өліп талып. Осы жақында ғана конференцияда. Ой, Алла, қанымды ішеді. Томиристі да сөйтіп популярны болып кеткен ат. Негізінен германдық ол. Жаңа айтып отырмын, год. Массаготтар ғой олар, массаготтар. Немістердің аты болсын, немістердің апайы бұл негізінен. Бұлардан адайлар ығыстырып шығарған, дайлар ығыстырып шығарған ғой, ана Европаға қарай. Енді сол Томиристі жаңа ұлттық сондай бір ұстап отырмыз. Қысық түсінбеймін. Ал енді Әлия бұны әдейі мүмкін Дариғада да сондай президент болам деген үміт болды дейді. Енді мен политология жағынан енді мақұрымбын шын айтқанда. Негізінен енді қаржыны салғанда да текке салмайды ғой, бір есеппен салады ғой. Сондай бір жоспарлары болса керек. Енді оның қаншалықты іске асқан. Мен айтып отырмын ғой, тарихи фильмдерді көре алмаймын. Өйткені мен білетін тарихи шындықтардан біздің тарихи фильмдердің ауылы алыс. Мен ол фильмдер түсетін режиссерлердің де көпшілігін білемін. Көбісі Назарбаевқа қатысты адамдар түсірді тарихи фильмдерді. Иә, түсірді. Тіпті мынау қазақ хандығы фильмінде де, мысалы, қалай көресің, егерде шапырашты, негізгі акцент шапырашты, тарихты шапыраштылар жасаған сияқты болып тұрады. Өйткені соған алғандағы қанша уақыт бөліп қойған. Әр рудың өзінің белгілі бір тарихта алатын орны бар. Енді, мәселен, ұлы жүзде дулаттар саны көп болғандықтан, олар тарихи рөлі көп. Оларда Төле би тек отырған жоқ, ұлы жүздің биі болып. Орта жүзде мысалы арғындардың рөлі көп. Қалай болғанда да көп. Саны басым ғой енді. Іштеріне шығатын билер. Аталықтар осылардан сайланып отырған. Кіші жүзде мысалы әлімұлылардың
әсері күшті болады. Енді басқаруларды кемітуге болмайды, дегенмен басты үлкен жаңағы орданың жүздің атынан сөйлейтін адамдар осылардан сайланады. Бұл тәртіп солай, әкімшілік территориялық тәртіп. Әлі күнге дейін осы тәртіппен бүкіл әлем осылай өмір сүріп келеді. Саны көп па, солардың ішінен сапа да шығады. Фильмдерде жаңа жерде белгілі бір саяси конъюнктураға байланысты жаңа жерде саясат қуып кетуге болмайды. Тарихи шындықтан кетіп қалуға болмайды. Білдіңіз бе? Ол Назарбаев бүгін отыр, ертең жоқ. Сөйтіп жаңа жерде бүкіл фильмге құйылған қаражат текке кетті деген сөз. Солай емес пе? Миллиондап, миллиардтап кетеді ғой енді ақша деген сөз. Ана жаңағы саясатқа бейімделіп соның жаңағы қызметшісіне айналып кеткен режиссерлерден атақ, абырой, ертең олар қалай өзін өзі ақтайды жаңа жерде. Осы мәселе, толып жатқан мәселе туындайды. Яғни тарихи фильмдерді түсіру барысында тарихшылардың, сіздердің пікірлеріңіз ескерілмейді. Жоқ, тарихшылардың қатысады бізде. Мынау жаңа қазақ хандығына берекеттер қатысты, Алматы. Бірақ олар да сол саясаттың ығына жығылып кетеді, жаңа жерде қызметіне түсіп кетеді. Кезінде мына Ақселеу ағаларымыз Бүркіт, кім Аяғановтар. Сол қазақ хандығы фильміне тағы да бір фильмдерге болды. Көшпенділер. Қалды ғой енді көшпенділер. Кімге керек ол фильмдер? Яғни біздің тарихшы ғалымдардың өздері де жаңағы Мұса пайғамбардың 40 жылынан толық өтпеген ғой. Астанада мектеп болсын, Астанада үйлердің ауласында болсын, балалар орысша шүлдірлеп жүреді. Жақында бір статистиканы көзіміз шалып қалды. Астанада 66 жеке меншік мектептің 5-еуі ғана қазақ тілді екен. Діл мен дін, салт дәстүр, әдет ғұрып ұлттың жаны, ал қай тілде сөйлескенің маңызды емес деген пікір бар. Ең бастысы жаңағы отанның патриоты бол деген. Осыған қатысты не айтасыз? Бұл өте қате пікір. Тіл деген ұлттық бірегейліктің негізгі көрсеткіші. Егер де сіз бір тілде сөйлемесеңіз, мемлекет ішінде бір тілде сөйлемесеңіз, мемлекетіңізде үлкен проблема бар деген сөз. Бірегейлік проблемасы. Бірегейлік жоқ деген сөз. Бірегейлік дейміз, идентификация жоқ деген сөзді. Яғни сіз бір жақта лағып бірдеме сөйлеп, мен бір жақта бірдеме лағып сөйлеп жүрмін. Біз бір-бірімізді түсінбейміз, білдіңіз бе? Тіл ортақ болмағаннан кейін мемлекет ішінде ол дәстүр, салт, барлықтары да ортақ болмайды, білдіңіз бе? Өйткені осылардың барлығын басын қосып отыратын тіл. Бізде Қазақстанда қазір ең үлкен проблема ол бірегейлік мәселесі. Ол тек қана этникалық бірегейлік емес, азаматтық бірегейлік, мемлекеттік бірегейлік. Білдіңіз бе? Мемлекет мүддесін ойлаған адам мемлекет халқының бір тілде сөйлегенін талап ету керек. Білдіңіз бе? Мемлекеттік тілде. Ал енді оған қосымша неше тіл білем десе, оның өзінің проблемасы. 10 тіл біледі ма, 20 тіл біледі ма, қызығып жаңағы суахили тілін жаттайды ма, ол өзінің проблемасы. Бірақ мемлекет ішінде бірегейлікті қамтамасыз ететін мемлекеттік тілді білу әркімнің де міндеті, борыш емес, міндеті. Бұл жерде орысша сөйлеп жатыр, ана жерде қазақша сөйлесіп жатыр. Ертең ол екі бала бір-бірімен тіл табыса алмайды. Ол екі бала әскерге барады, бір ракетаны установканы жаңа жерде қондырғыны екеуі жаңа жерде қызмет жасау керек, бір жаңағы командада. Ал ертең жаңағы анау ракетаң сені қорғамайды, жаңағы екі бала екі тілде сөйлеген себепті. Білдіңіз бе? Сосын екі бала ол тек қана тілде емес, ол тіл арқылы олардың ана діл мәселесі де бөлек болып шығуы мүмкін. Білдіңіз бе? Өйткені мына бала ол анау Ресейдің музыкасын тыңдап жүр, орысша тілді бала жаңа жерде, тағы бірдемелерді тыңдап жүр Ресейден, жаңа жерде неше түрлі оларда нарративтер көп қой, жаңа жерде теріс нарративтер бар. Мына бала қазақи, Абылайын оқып жүр, Кенесарысын оқып жүр деген сияқты. Мына бала Александр Невскийді оқып жүр, тағы біреулерді оқып жүр. Ал бұл ділге әсер етеді, жаңа жерде. Екі бала бір-бірімен жауласып, өзгемен соғысудың орнына өзі бір-бірін өлтіріп жатуы мүмкін. Демек, бұған бейжай қарауға болмайды. Әрине бейжай қарауға болмайды. Тіл деген мәселе, мысалы,
тілді үйрен. Тіл деген ол өте жақсы. Үш тілділік деген ол өте жақсы дүние. Мен қарсы емеспін үш тілділікке. 10 тілділік болсын. Бала, жас адам сәл-пәл қабілеті болса тіл игере береді. Оған тілді бере беруге болады. Мысалы, ана революцияға дейінгі ана Ресей гимназияларында грек, латын тілдері сияқты ешкімге керегі жоқ өлі тілдерді үйреткен. Білдіңіз бе? Мысалы, біздің қазақ медреселерінде Шағатай тілін, бар тілін үйретеді. Одан өліп қалмайды бала, одан ауырып қалмайды. Ол миға теріс әсер етпейді, мидың тек дамуына ғана пайдалы ол. Ал неше тілді үйренсе де, бір тілді мемлекет ішінде ол қолдануға міндетті барлық халық болып. 99,9% халық мемлекеттің бір тілде сөйлеу керек. Бишімбаев сізде көп мәселені шешін шығарып жатыр ғой, Мұрат Әбенов депутат. Сотты онлайн көптеген ел көріп отыр, бірақ қазақшадан орысшаға сапалы аударма жасалып жатқан жоқ деді. Былай айтқанда, ал орысшаны қазақшаға аударсақ, басқаша бір көзқараспен қарайтын едік. Сот жүйесінде қазақ тіліне деген немқұрайлылық қалай орындап қалған? Бұл тек қана сот жүйесінде емес, ол барлық жүйеде. Ал енді ана сот, прокуратура, силовиктер, олар орысша, КНБ, бұлар белгілі дәрежеде әлі күнге дейін ана орыстық, ресейлік жаңағы жүйеге енді бағынышты деп айтуға келе қоймас, соған қарап еліктеп отыратын болса керек деп ойлаймын. Өйткені заңнамалық құжаттардың барлықтарын бұл Ресейден аударып болады ғой. Көрдіңіз бе? Біздің парламенттің өзі аударып алады. Конституциямыздың өзі біздің аударма конституция, өзімізден шыққан конституция емес. Алғашқы 93 жылы конституция жап-жақсы еді. Кейін жаңағы француз конституциясынан бірдемелерден аударып бүйтіп былықпай бірдеме жасап қойды. Мен өзім де тарих факультетінде оқыған кезде құқықтану мамандығы жанымызда болды. Мықты жігіттер бар еді. Солар қазақ тілін неге бекіте алмады ана ғылымда, түсінбеймін. Өздерінің ана құқық саласында. Олай қазақ тілді жігіттер еді, мықты. Және сауатты жігіттер еді. Неге қазақ тілін орнықтыра алмады, білмеймін. Қалай болғанмен де ана орыстық жаңағы нелер, тек қана тіл емес, ұғымдардың өзі кіріп кетсе керек. Тіл бұл бір жөнді ғой. Біз енді қазақ заманында, қазақ билерінің заманында біздің өзіміздің билік концепциясы бөлек болды. Білдіңіз бе? Онда адам құны деген өте жоғары болды. Адам өлімі деген 100 жылқы алды жақсы дейді. Адамның өмірі бағаланады да. Ал енді оның қызметін, мысалы, төре болса ол 7 адам, 3 адам, 7 адамның құнына дейін бағаланады. 700 жылқы деген сияқты сөйтіп. Ал енді совет кезеңінде, орыс кезеңінде адам құны құмырсқадан да төмен болып кетті. Білдіңіз бе? Сол концепттерден шығу керек қой. Ана қазақи концептке келу керек. Адам құны өте жоғары бағалану керек. Білдіңіз бе? Адам намысы өте жоғары бағалану керек. Намысы. Бұлар, видимо, шыққысы келмейді. Білдіңіз бе? Шыққысы келмейді. Ол енді авторитаризм себептеріне байланысты ма, білмеймін. Не себептен шыққысы келмейтінін. Біз ана көшпелілердің әскери демократиялық заңдарының бір жақсы ережелері бар. Соны қолданғанымыз дұрыс еді. Бишімбаев ісіне қатысты сіздің көзқарасыңыз қандай? Олардың шыққан тегі, түбі сондай сол советтік жаңағы НКВД-мен байланысты. Мен зерттегім жоқ, біле қоймаймын. Бірақ қазақ заманында осыған ұқсас өзінің әйелін ұрып өлтірген оқиғалар болған. Ұлбике деген атақты ақын қызды өзінің күйеуі қызғанып ұрып өлтірген. Туысқандары жаңағы күйеуінің 3 құн төлеген. Қара құн, сүйек құны, өнер құны деген. 3 түрлі құн төлегенде. Өйткені Ұлбике ақын қыз болған ғой, жақсы айтыстарда. Сосын ана күйеуін, ана кімнің, Ұлбикенің өзінің қайын жұрты, өзінің туған жұрты бар ғой. Соған босағасына байлаған, құл қылып. Өлтірмеген, құл қылып босағаларына байлап бергенде. Мен осы сияқты жазаны Бишімбаевқа қолдану керек деп ойлаймын. Сізді қоғам қайраткері ретінде де білеміз ғой, елімізде су тасып жатыр қазір.
енді кеңес одағы кезеңін айтпағанда оған дейінгі кезеңдерде тупан су болды ма? Осы жалпы елде болған ахуалға қандай баға бересіз? Біздің адам баласы осы заманға қалай жетті? Табиғатқа бейімделудің арқасында жетті да. Егер де бейімделмесе, табиғатқа қарсы тұрамын десе, баяғыда табиғат оларды быт-шытын шығарушы еді. Ана адамзат баласының тарихында бір кроманьон кезеңі деген болған. Кроманьондықтар бейімделді. Ал енді ана неандерталь кезеңі, неандерталықтар бейімделе алмады, қырылып қалды. Жаңа табиғатқа қарсы әдіс ойлап табылмаған да, бейімделу әдістерін ойлап табылған. А кроманьондар тірі қалды. Мына Еуропада пайда болған ілімдер ғой, осылай түсіндіреді. Совет заманында біз жаңағы неандертальцер сияқты өмір сүрдік та. Мысалы, өзен ағып жатыр ма? Оның сол жағы міндетті түрде жайылма болады да. Ол сол жағына қарай тасиды. Сол жағына. Жағалау. Өйткені ол өзен аққан уақытында оң жағын ұрып отырады. Оң жағын ұрып отырады да, оң жағы жарқабақ болады. Сол жағы жайылма болады. Сол жайылмаға ешқашан үй салуға болмайды, құрылыс салуға болмайды. Жайылма ол ондаған километр, мысалы Ертістің бойында 30, 40, 50 километрге дейін жайылады су. Сөйтеді дағы ол су қайтады ғой енді. Қайтқан уақытында ол жерде ғажап көк шалғын болады. Мына Белуардан келетін көк шалғын. Сіз оны жаз бойы күзетесіз дағы, өзіңіздің участогыңызды күзетесіз дағы, күзде шауып боласыз. Ол қыс бойы малыңызға азық. Білдіңіз бе? Біз осы жайылмаларды таптап басып жаншып кеттік. Құрылыс салдық, үй салдық, ферма салдық. Жайылмаға тиісуге болмайды. Өзеннің сол жағасына үй салуға болмайды. Біздің Астанамыздан бастап құрттық, білесіз ғой? Астана сол жағалау. Сосын су, ол да негізгі субстанция ғой, тіршіліктің субстанциясы су ғой. Ауа, су. Ол бір күні кегін алады. Бір күні ол бөгетіңді де бытшын шығарады. Бөгеттің жанында отырған ауылыңды да бытшын шығарады. Адамынды жаңағы ініне су кеткен шыққан сияқты қылады. Сондықтан табиғатпен санасу керек. Табиғатты құдірет көру керек. Табиғатты қасиет көру керек. Табиғатты мәпелеу керек, аялау керек. Өйткені бұл біздің анамыз. Менің көзқарасым осындай. Әкімдерді бір қарап шығайықшы. Қай әкім су тасқыны кезінде ахуалды жақсы игере алды, халықпен коммуникациясы дұрыс болды, мәселелер дер кезінде шеше алды деген. Өзіңіздің назарыңызда кімдер түсті? Енді бірсыпыра жерде әкімдер дұрыс қимылдаған сияқты. Бірақ енді әкімдердің өзінің ішінде де мына халықпен тіл табыса алмайтындар көп та, тіл таба алмайтын. Өзі мысалы қазақ ауылында отырып қазақша сөйлей алмайтын, қазақпен коммуникацияға бара алмайтын әкімдер бар. Шаруашылық жағын басқара алмайтын әкімдер бар. Бізде әкімдердің көпшілігін шаруашылық тәжірибесіне қарап алған жоқпыз ғой. Жоғары билікке кім ұнамды, солар өтіп кетеді, кейде әкім болып. Кейде бір демагогтар өтіп кетеді, сөз соққан. Рекет өтіп кетеді деген сияқты. Негізінен әкімдікке шаруашылық тәжірибесі бар адамдарды қою керек та. Ол ең болмағанда 10 адамды басқарған тәжірибесі болу керек та. 10 адамды 10 жыл басқарған және нәтижеге жеткен тәжірибесі болса, сондай әкімдерден, ол андай әкімдерге 1000 адамды да тапсыруға болады. 10.000 адамды да тапсыруға болады. Осындай Шыңғысханның ережесі бар. Жақында мен осы Фейсбукқа жаздым. Қазіргі әкімдерде харизма жоқ та. Көп адам осы постыма келіскендей болды. Бұрынғы Тасмағамбет, Көшербаевтардың харизмасы ерекше бөлек еді деген пікірлер бар. Осыған қатысты сіздің көзқарасыңыз қандай? Мына 90-шы жылдары біз тәуелсіздікті алып жатқан уақытта жігіттерге, харизмасы бар жігіттерге көтерілуге мүмкіндік болды. Мына лифт, әлеуметтік лифт жақсы жұмыс істеп тұрды. Қарапайым елдің ортасында бұрын әлгі советтік номенклатураға кіре алмай жүрген жігіттер көтерілді. Біздің алғашқы парламенттің құрамы керемет еді ғой. Ана алғашқы парламентті 90-шы жылдардағы сіз есіңізге түсіріп көріңізші дәурен. Қандай мықты юристтер отырды, ғалым, мықты шаруашылық басшылары отырды, мықты үкімет басшыларын бұлай жұмырдығында ұстай алатын, халықтың ой пікірін айта алатын. Сол кезде көп нәрсе жасалды. Солардың арқасында көп нәрсе. Кейін ана авторитарлық билік өзіне керекті адамдарды іріктеп отырды. Харизма өтпей қалды. Білдіңіз бе?
харизмасы бар жігіттер обоймаға кірмейді. Харизмасы бар жігіттер стандартқа кірмейді, білдіңіздер ме? Сондықтан да қазірде де құдайға шүкір қазақта харизмасы бар мықты жігіттер бар, бірақ билік соларға көтерілуге мүмкіндік жасау керек. Яғни төменгі орта жоғарғы деңгейлерде мынау өз еріктерімен өз мүмкіндіктерімен халықтың қолдауымен жігіттердің өсуіне мүмкіндік жасалу керек. Онсыз болмайды. Анау өзіне ыңғайлы адамдарды қою деген ол мемлекетті, үкіметті, билік жүйесін құрту деген сөз. Ол бүгін қолайлы болуы мүмкін. 10 жылдан кейін ол осы жүйені құртып тынады. Жамбыл аға, мағыналы, мәнді сұхбатыңызға көп рахмет. Жұмысыңызға береке тілеймін. Өздеріңе де жақсылық. Қадірлі көрермен, бізді ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.